Баршаңызға қайырлы күн. Рамазан айына керемет дастарханның рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына шейін көріп, маралмен бірге болыңыздар. Тауықтың төс етінен өте дәмді, тіл үйіретін түтікшелер дайындайтын боламыз. Тауықтың төс етін осылай барынша жіңішке етіп турап аламыз. Туралған етімізді ыдысымызға салып, оған қалаған дәмдеуіштерімізді саламыз. Мен орегано, қызыл паприка және де қара бұрыш тұздан септім. Соңынан сұйық майдан құямыз және де соядан құюды ұмытпаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң жарты сағатқа маринадталуға қойып қоямыз. Түтікшелерді жасау үшін бізге осындай арнайы формалар қажет болады. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, фольгадан қолдан жасап алсаңыздар болады. Енді осыған абайлап шетінен бастап осылай орайтын боламыз. Арасын ашық қылып қалдырмаңыздар, немесе сол күйі ашық тесік болып қалып кететін болады. Барлығын дәл видеодағыдай орап шығамыз. Осы тауықтың төс етінен 10 түтікше шықты. Менде темір түтікшенің формасы 5 болғандықтан алдымен 5-ін пісіріп алдым. Сонан соң қалған 5-ін пісірдім. Осылай барлығын дайындап алған соң қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 10-12 минутта пісіріп аламыз. Түтікшелеріміз пісіп дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Қызанақтың жартысын ұсақтап турап шығамыз. Өздеріңіздің сүйікті көкшөбіңізді турап шықсаңыздар болады. Менде көкпияз бен ақжелкен. Ірімшік пен қайнатылған жұмыртқамызды ұсақ теркадан өткіземіз. Дәміне қарап тұздан себеміз және де майонезден қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің түтікшелеріміз пісіп дайын болды. Ол жақсылап суыған соң осылай формадан босатып аламыз. Артылған тауықтың төс еттерін осылай пісіріп алсаңыздар болады. Кейінірек салаттарға қоса берсеңіздер де болады. Толығымен суыған түтікшелерімізге салмамызды саламыз. Салманы салған кезде сіздерге ыңғайсыз болса, кіші қасықтың артқы жағымен итермелеп салсаңыздар болады. Біздің тауықтың етінен жасалған түтікшелеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оп-оңай, миксерсіз, цукаты қосылған пирог дайындаймыз. Видеоның соңына шейін көріңіздер. Алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды қосып, жұмыртқаны осылай араластырамыз. Сонан соң құмшекерімізді салып тағы араластырамыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді қосып араластырамыз. Және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, өзара араластырып аламыз. Құрғақ қоспаларымызды електен өткізе отырып қосамыз және венчикпен жақсылап барлығын біртекті масса шыққанша араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Оның сұйықтығы осындай болып шығады.
Қамырымызға цукаты салып араластырамыз. Егер сіздерде цукатыдың ірі түрі болса, осылай майдалап алсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, формаға құюға дайындаймыз. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды құямыз. Қамырымызды толығымен құйып болған соң беткі жағына цукаты себеміз. Мен цукаты сеппедім, сол себепті менің пирогым жоғары жағында цукаты жоқ, ал төмен жағында цукаты өте көп болып шықты. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз толығымен суыған соң формадан босатып аламыз. Біздің пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Гүлді қырыққабаттан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Алдымен гүлді қырыққабатымызды дәл видеодағыдай түбінен осылай бөліп аламыз. Қайнап тұрған суымызға тұздан себеміз және де гүлді қырыққабаттарымызды салып 7-8 минут қайнатып аламыз. Сонан соң сүзгішпен сүзіп алатын боламыз. Кляр дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға тұздан сеуіп, жақсылап араластырамыз. Клярымыз қатты сұйық болмас үшін ұннан себеміз және жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған майымызға алдымен гүлді қырыққабатымызды клярға батырамыз, сонан соң майға салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуыру барысында келесі бетіне аударуды ұмытпаңыздар. Артық майлардан арылу үшін гүлді қырыққабатымызды құрғақ майлықтың үстіне сүзіп алатын боламыз. Гүлді қырыққабаттан жасалған тіске басарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Бір кесесін ішіп өзіне ғашық ететін, сергітетін өте дәмді марокканский шай дайындаймыз. Бұл шайдың дайындалу жолы өте оңай. Ең алдымен зімбіріміздің сыртын ашып, оны турап аламыз. Осылай турап алған соң шайнегімізге көк шайымызды саламыз және зімбірімізді. Келесі кезекте лаймның бас жағын алып тастаймыз және де оны турайтын боламыз. Оны да шайнегімізге саламыз. Келесі кезекте лимонымыздың да бас жағын алып тастап, оны да домалақтап тураймыз және шайнегімізге саламыз. Келесі кезекте апельсинімізді осылай турап шығамыз. Шайнегімізге оны да саламыз. Жалбызымызды салар кезде қолымызбен осылай мыжып, суын шығарып, содан кейін барып саламыз. Сол кезде біздің шайымыздың дәмі ерекше болады. Дәміне қарап балдан қосамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық кипятогымызды құямыз. Кипятогымызды құйып болған соң қасықпен осылай араластырамыз. Сол кезде барлығы араласып, шайдың дәмі әдемі болып шығатын болады.
Біздің ағзамызға пайдасы зор марокканский шайымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.